Құрметті депутаттар және сессия қатысушылар, бүгінгі күні Тасоңғар аудандық мәслихатының кезектен тыс 36-шы сессиясы шақырылып отыр. Кезекті сессияға 5 депутаттың 4-і қатысуда. Сессияны бастауға қажет орын бар. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңның 11-ші бабы 3-ші тармағына сәйкес сессия өз жұмысын бастауға құқылы. Аудандық мәслихаттың кезекті сессиясы ашылсын дегендеріңіз дауыс беріңіздер. Кім қолдайды? Қарсы? Аудандық мәслихаттың кезектен тыс 36-шы сессиясын ашық деп жариялайды. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңның 11-ші бабына сәйкес сессия жұмысына аудан әкімінің орынбасары, ауылдық округ әкімдері, бөлім басшылары шақырылып қатысып отыр. Мәслихат сессиясының отырысы интернет желісінде көрсетіледі. Құрметті депутаттар, Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңның 10-ші бабына сәйкес аудандық мәслихаты кезекті сессиясының күн тәртібін бекітіп алынды. Күн тәртібі алдарыңызда бар. Алып қосарларыңыз бар ма? Жоқ болса, дауыс қосамын. Кім қолдайды? Қарсы ұстап қалып, аудандық мәслихаттың 36-шы сессиясының күн тәртібі бекітілді. Құрметті депутаттар, сессияның регламентін бекітіп алуымыз қажет. Келесілерге ұсыныс жасаймын. Бірінші мәселеге 20 минут, екінші мәселеге 10 минут, үшінші мәселеге 10 минут, қалған мәселелерге 3 минутқа дейін. Сессия соңында анықтама жасау үшін 3 минут уақыт ұсынылды. Алып қосарларыңыз бар ма? Жоқ болса дауыс қосамыз. Кім қолдайды? Қарсы ұстап қалушы жоқ. Сессияның регламенті бекітілді. Құрметті депутаттар, аудандық мәслихаттың регламентіне сәйкес құрамында 3 адамнан тұратын есеп комиссиясын сайлап алуымыз керек. Есеп комиссиясының дербес құрамына келесі депутаттар мен мәслихатқа баратын қызметкерлер ұсынылады. Тыныбек Жамалов Батталов, Қалибек Дәулет Тоқтасынұлы, Панилова Айнұр Сайран. Сайран ханым, дауысқа тізім бойынша саламыз ба, жеке-жеке саламыз? Тізім бойынша саламыз. Аты аталғандар есеп комиссиясының құрамына сайлансын дегендеріңіз дауыс беріңіздер. Кім қолдайды? Қарсы ұстап қалушы жоқ. Есеп комиссиясы сайлансын. Ендеше бүгінгі сессияның күн тәртібі бойынша бірінші мәселені қарауға көшеміз. Катонқарағай ауданының мәслихаты 2025 жылғы 18 желтоқсандағы нөмір 33-358-8 2026-28 жылдарға арналған Катонқарағай ауданының бюджеті туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы сөз Катонқарағай ауданының экономика және қаржы бөлімінің басшысы Жанар Қабидолдықызына берілді. Құрметті Данияр Бекәзевич, құрметті депутаттар, Катонқарағай ауданының бюджетіне өзгерістер енгізу туралы мәслихат сессиясы шешімінің жобасы бюджет заңнамасына сәйкес әзірленді. Ағымдағы жылға арналған аудандық бюджет параметрлерін нақтылау үшін бюджет қаражатын бюджеттік бағдарламалар әкімшілері арасында қайта бөлу, сондай-ақ облыстық бюджеттен түсетін трансферттер негіз болды. Республикалық бюджеттен бөлінген қаражат сомасы 301 миллион 176 мың теңге. Оның ішінде ішкі қарыздарды тарту арқылы тұрғын үй сатып алуға бөлінген қаражат көлемі 301 миллион 176 мың теңге. Облыстық бюджеттен бөлінген қаражат сомасы 690 миллион 947 мың теңге. Оның ішінде жолдардың орташа жөндеу жұмыстарына жалпы 480 миллион 815 мың теңге бөлінді. Атап айтқанда, Катонқарағай ауылының Қабанбай Батыр, Торайғыров көшелеріне және Шыңғыстай ауылының Баекина, Алтай көшелеріне 90 миллион теңге бөлінді. Суғырнай Барлық Ақсу жолдарына 66 миллион 947 мың теңге. Қорабек ауылының Кіребесіне 235 миллион 397 мың теңге. Жаңаүлге Жамбыл Берек жолына 88 миллион 471 мың теңге бөлінді. Катонқарағай ауылындағы Боке Жүза мекен жайындағы орналасқан ғимаратта ағымдағы жөндеу жұмыстарын аяқтауға 90 миллион 480 мың теңге бөлінді. Мұстау трансшекаралық таулы бағытында режимді бақылауды қамтамасыз ету мақсатында бақылау өткізу пунктін жабдықтау бойынша кешенді жұмыстар жоспарлануда. Осыған байланысты Мұстау тауындағы бақылау өткізу пунктінің жабдықтарын орнатуға жалпы құны 119 миллион 652 мың теңге көлемінде қаражат бөлінді.
Ауданның бюджетінің үнемделген қаражатынан бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне қайта бөлу қарастырылды. Жалпы азайтылған қаражат сомы 79 миллион теңге. Оның ішінде ауданның тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі бойынша 30 миллион теңге. Және де Белқарағай ауылдық округінің жер сатудан түскен түсім 49 миллион теңге. Бөлінетін қаражат сомасы 79 миллион теңге. Оның ішінде үшінші деңгейдегі бюджет аудан әкімінің аппаратына 20 миллион 774 мың теңге. Оның ішінде мемлекеттік қызметшілерге еңбекақы төлеу үшін 2 миллион 52 мың теңге. Әкімдерді Астана қаласына оқыту үшін сапар шығындарына 300 мың теңге. Қатон-Қарағай ауылында және Өскемен қаласына әскерге шақырушыларды медициналық тексеру шығындарына 1 миллион теңге. 2026 жылғы көктем-күз маусымына әскер шақырушыларды тасымалдауға арналған жанармай шығындарына 1 миллион теңге. Аппарат қызметкерлерінің іс-сапар шығындарына 5 миллион теңге. Азаматтарды қабылдау орталығын құру үшін 1 миллион 422 мың теңге. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою үшін 10 миллион теңге бөлінді. Экономика және қаржы бөліміне бюджеттік несиелер бойынша негізгі борышқа пайыздық мөлшерлемені төлеу үшін отбасы банкі 653 мың теңге, кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөліміне 1 миллион теңге, оның ішінде қызметтік автокөлік жөндеуге 500 мың теңге, мемлекеттік қызметшілердің қызметтеріне 500 мың теңге бөлінді. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөліміне 760 мың теңге бөлінді. Оның ішінде қызметтік автокөлікті жөндеуге 500 мың теңге, нотариус қызметкерлеріне 260 мың теңге. Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне 413 мың теңге, оның ішінде қызметкерлердің іс-сапар шығындарына. Аудандық ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөліміне 5 миллион 800 мың теңге бөлінді. Оның ішінде баннер дайындауға арналған шығындарына 2 миллион теңге, аппарат қызметкерлерінің іс-сапар шығындарына 1 миллион теңге, типография қызметтеріне 1 миллион теңге, 3 дана киіз сатып алуға 1 миллион 800 мың теңге бөлінді. Мәдениет және демалыс орталығы іс-шаралар өткізуге шығындарына Алтай түрк әлемі фестиваліне және мерейтойларға 6 миллион теңге бөлінді. Аудандық кітапхана Берел ауылындағы кітапхана кабинетіне жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін 300 мың теңге бөлінді. Ауыл шаруашылығы бөліміне 2 миллион теңге бөлінді. Оның ішінде қаңғылған сейттерді аулауға арналған шығындарға 1 миллион 500 мың теңге, аппарат қызметкерлерінің іс-сапар шығындарына 500 мың теңге бөлінді. Төртінші деңгейдегі бюджетке Жамбыл ауылдық округіне Берел ауылындағы Нұрбаев көшесіне қиыршық тас төсеу және грейдерлеу жұмыстарына 2 миллион теңге, Белқарағай ауылдық округіне Самархан көшесін ағымдағы жөндеу және грейдерлеу жұмыстарына 10 миллион теңге, Қатон-Қарағай ауылдық округіне Мойылды ауылында көше жарығын жүргізу және шамдар орнатуға 2 миллион теңге, Аққайнар ауылдық округіне Аққайнар ауылында ұңғыма бұрғылауға 17 миллион 300 мың теңге, Өрел ауылдық округіне Өрел ауылындағы көпірді ағымдағы жөндеуге 10 миллион теңге бөлінді. Қатон-Қарағай аудандық мәслихатының 2025 жылы 18 желтоқсандағы номер 33/358 Қатон-Қарағай ауданының 2026-28 жылдарға арналған бюджет туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы шешімінің жобасы Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджет кодексінің 106-109 баптарына назарларыңызға. Құрметті депутаттар, баяндама аяқталды. Сұрақтарыңыз болса. Баннер дайындауға мына жерде 2 миллион деп жазып тұр. Сіз 5 миллион деп оқыдыңыз ба, 2 миллион? 2 миллион. Баннерге 2 миллион. Сұрақ қойсам. Жанар Тұрғылықызы, кеше біз енді 8-де осы сұрақты отырдық, қарадық. Біз көңілім бәрі 119 миллион мұзтауға қосылам дегеннен көңілім сонда алынып кетті, бір нәрсені алып кетті. Мына жерде Данияр Бекалович, біз ана жолы тұрақты отырыста осы депутаттармен округ әкімдері есептерін берген, жоспарларын айтқан, сол жерде қызу талқылау болған. Сол кезде біраз сұрақтар, жұмыстар жасалмаған, жасап жатқанда бізде осы бөлімдерде
мамандар жетіспейді, сондай әңгімелер туындады. Сол кезде айтылған сөзімізді ұсынымыз айтқан, енді сіздерді округтың бастығы, сіздерді енді запрещать еткен жоқ қой жұмыс істе дегенге. Осыған көмектесіп, атсалысып, осы қызмет жасаңдар деген қызу талқылаулар болған. Сол жерде біздің округ әкімдерінің біреуі мына Корбиха Досжан Мұхамедқалиевич қызметтер жасап жатыр. Иә, мынау қазір біз направление туризма бәрі жоғы жақта. Енді қазір соңғы 1-2 жылда құшалып келе жатқан Корбиха. Бұл жерге мына жерде көңіл бөлініп жатыр, көріп жатырмын жұмыс 235 миллион, негізінде 18 километр ғой. Енді пока 8 километр бар екен. Ар жағында жоспар бар екен, ортада проектісі бәрі дайын, көшенің ортасын алып кететіндей жағдай туындасақ, сол жерге бір корректировка жасап, жаңа сұраныстарын қолдай аламыз ба? Негізінде бір көмек жасап, бір жағынан қимылдап жатқан сельский округтарға жақсы көмек берсеңіз. Енді ол откуда Витя будет деген тоже жаңа ол кісінің өзін айтты. Таңдағы мына бюджеттерді осы лупамен қарап отырып, халықпен кездескендегі проблематичный вопростар болды ғой, сол мәселе көбісі. Бірақ турист, мысалы енді Досжанның бетіне айтып көрді, бұл азамат өзінің жұмысын жақсы біледі, жұмысын істеп жатыр. Бірақ шет жақтағы ауылдарда кейбір жерлерде асфальт емес, қарапайым бір 2-3 свет жоқ ауылдар бар. Мысалы, тоже айтайық, Бихалқаның мысалы жолын әлі дейін мысалы кредит сессиядан кейін ауылдың әкімдері қалпырайын деп жатырмын да. Кейбір ауылдық округтарда қарапайым ақшаларымыз бар. Жолды кредитировать ету вопростарын шешкен Бихалқа. Бұдан кейін Бихалқаға былтыр халықпен кездескенде айтқанбыз, бір 6 бағана шам қойып береді. Сол сияқты жерлерге кішкене ситуацияны ақшамызды бөліп, ертең күні мысалы жазаға сияқты, Бихалқа сияқты шалғай жатқан ауылдар ертең ренжімейді. Біз мысалы жазаға не үшін ақша салдық? Осы жасайық, ар жағындағы Қазақ бірге барып, көктемде су басып кетпес үшін ішіне біраз көшелерде жарықтандыру деген. Сондықтан бұл жігіттің мәселесін білеміз. Қазір келесі сессияда бір ыңғайдан болса. Рахмет, Данияр Бекашевич, соны қарасақ, енді бір бастағаннан кейін ар жағынан әдемілеп бірақ орнынан шығарса жақсы деген ғой. Дұрыс. Негізі былай. Мен де солай жаздым. Бір мысалы сельский округ басадық па до конца. Бірақ енді көрдіңіз ба? Одан кейін мысалы Жамбыл округтың ауыл жоқ қой, фокус етеді. Ана жаққа бере бересіздер, ана жақта бір кішкене одан мына жерде бір нәрсе. Және мәдениет бөлімінің ішінде қаражат тұр ғой бізде. Сол жерде экономдап туризмдегі бір 3-4 картамыз бар ғой, туристический картамыз. Кіреберістегі бізде жазылу қайтера. Бір хотя 3-4 қаншада 200 мыңға шығар. Хотя бы еще кіреберістегі осы ауданның ішінде қай жерде тұрады. Екеуі макетінде, үшеуі макетінде айтады. Тағы сұрақтарыңыз? Құрметті Данияр Бекқызұлы, Жанат Сағдуллина. Жақсы жерде тыңдап отырмыз. Біраз ақшада барын үнемді пайдалануға бөліп. Рахмет. Мен Жамбыл Батлашев тоже қолдаймын. Бір ауылды бағытта істегеннен кейін сол жолдар, основной негізі жолдар ғой. Жолдарға көмек беріп жесек, жаңа Корбиха ауылына келдім. Енді Корбиха ауылынан кейін өзім округына келсем, біз биыл есепке барғанда Данияр Бекқызұлы жолдарды айттық қой, ағай асфальт кетті. Сол бойынша ешқандай не айтылмады ғой. Ол бойынша осы жолы сессияда қаражат бөлінбеді. Біз осы жолы сессия, өздеріңіз білесіз ғой, сессия болады. Сессия кезінде қарап отырамыз. Осы 10-ға дейінгі келіскен қаражатымыз бөлімі бөлінбеді. Сол кезде сол келіскен қаражатымыз бөлінбегеннен қайтадан ертең шақыртылып облысқа барып. Облысқа барып, содан 4 көшені, каталоның ішінде 2 көшемен ар жақта Шыңғыстайдың 2 көшесін барып әйтеуір жырып алып шықты. Ақша шынайы облысында жоқ. Ол түсініп отырмыз. Бірақ оның экспертизасы бізде бар. Мұхаммед Амашқа мен осының алдында облысқа кетіп бара біз кірген айтқан міне біздің ар жақта оны қаражат береміз, бірақ осы сессияда болмауы ықтимал деген.
Осы сессияда үміт үзбейміз ғой. үміт үзбейміз. Burada енді бер жақта ғана 2 километрден 2,5 километр, 2,2. Оның ақшасы бізге келді. Ол қуанып отырмын соны көріп енді. Жеттереді, аз қосылды. Соны қосылды, бір чуть-чуть сотқасын. Берілген міне 2 миллион беріп отырсың, рахмет. Одан кейін мына халықты ауылдарды аралау жөнінде халықтың сұранысы мына бізде Жұлдыз ауылы бар, Қызыл Жұлдыз ауылы. Сол ауылда өмір бақи спорт залы болмаған. Кезінде мен ол ауылда оқығам өзім. Ол ауылдың құлыбы да кішкене ремонт жөндеу жұмыстарын сұрап тұр. Оған неше жыл болды сұрап жүрміз, сметасы бәрі бар дейді, міне ойбай бөлініп жатыр деген содан міне 3 жылдай болып қалды. Енді ол ауылдың халқының сұрап отырғаны спорт зал болмаса да бір спорт алаңы болса деп. Олар биыл міне маусым айында 100 жылдығын атап өткелі отыр. Содан бір сыйлық деп беріп жүрсек, өте бір мәртебеміз көтеріліп қалар еді. Қарастырайық. Соны енді олар ешқандай не сұрап отырған жоқ. Соны жасап берсе, өзіміз де көмектесек деп отырмыз. Былтыр 2024 жылы әр ауылдық округқа бір сондай оған өздеріңіз білесіздер ғой. Бюджеттің кірісі үдем алып қаражатымыз жетпейді. Соңғы бір айтарым, мына Үндістаннан қаражат келді. Бөрел мен Жамбыл екі ортадағы жол сол асфальтпен келеді де, бері қарай ауылға өтіргіл, Жамбылға өтіргіл деген екі орта бір талай уақытта жарты сағат кеткендей болады. Енді 10 минут өтетін шығарсың, бірақ енді жолдың сапасы өте төмен. Сол көпірге екі ортаны қарастырсақ. Мына айтып жүрміз ғой осы уақытта. Қай жерде? Бөрел мен Жамбыл екі ортаға аспа көпір. Өткен аптада ауыл округының команда екенбіз бірге аудан МСК-да дейді ғой, национальный центр кәсіпкерлік сол қызметкерлерді шақыртып, жолды полностью өлшетіп алып, енді ауданда бюджет қаражатқа байланысты және управлениемен согласовать ету керек. Потому что біз аз экспедицияны өткізсек бүгін, и ол сроғы бір жылға ғана действует етіп та, сол келесі бермей жатса срок өтеді. Бірінші управлениемен шешіп алса, содан кейін уже әсте дайындап қызметкерлер шақыртып өлшетіп өткен аптада. Келесі бюджетке бастапқы кіргізуін керек қой. Облыспен атырап. Негізі облысқа тек қана аудан әкімдігі ғана емес, сіздер де бірге бар. Мен Ғанишев Мадашқа да шолар, шығыңыз. Не қолыңызда біздің бюджеттің осының ішін қайсыны береді? Сол сияқты ол кісілер енді аршат жақты бар, бір келісіп келді. Сіздердің де жоқтарыңыз кірісіп. Жақсы. Бірге кірісіп бәріміз. Бастамасы бар, өткен жолы барғанбыз енді, шығамыз. Өзіңіз жұмыла жүгірсе болады, бір жерден шығар. Бір-екі ауыз сөз екен. Құрметті депутаттар, менің айтайын деп тұрғаным, біз осы жерде Бөрелдің әкімі бар, Аққайдардың әкімі бар, сайланған әкімдеріміз өзімізге жоспарлап келген бағыт бағдарымыз бар. Мен сіздерден сұрайтыным бір нәрсе. Өйткені біз қанша оқуда болдық, өздеріңіз білесіздер, премьер-министрдің орынбасарымен қанша жиналыстар өткіздік, ол кісілермен сол кезде айтып отырған бір нәрсе, жаңадан сайланған әкімдер келген жоспарларымен оны міндетті түрде қаржыландыру керек. Ол кісілерге қолдау көрсету керек деп барлығы айтып отыр. Мен соны сіздерге кішкене қадағалап өздеріңізден бақылауға алсаңыздар деп ойлаймын. Өйткені келгеннен бастап өздеріңіз білесіздер. Небір қызметтік көлік жоқ, небір бөлінген бензин жоқ, небір запчасти өздеріңіз білесіздер. Бүгінгі күні міне дәуреннің көзі тірі, только біз мына инвесторлардың шақырып қызмет етіп келе жатырмыз. Оның ішінде мынау ең бірінші аэропорт салынса, туристің легі Белқарағайға келеді. Сондықтан Белқарағайдың ішін абаттандыру бойынша және ашылмаған магазиндерді ашу бойынша кісілерді көшіртіп әкеліп жатырмыз. Оралмандар болсын, кім болсын, үлкен бір кооперативтер ашып, осы жерді бір дамытайық деп үлкен бір жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Тоқайын бойынша үлкен инвесторларды әкеліп инвест проектіне кіргізейік деп жатырмыз. Мәселе. Мына жерде бүгінгі мен қарап отырсам, қазір біз осы үшеуміз бір жылдық есебімізді беру керек. Бір жылдық есепте біз халықтың алдында бетіміз ашық болу керек. Өйткені қанша бюджетімізге қаражат жөнінде, қолдау жөнінде,
Өйткені бүгінгі біздің істеп жүргеніміз тек спонсорлық көмекті істеп жүрміз. Кеше көрдіңіздер, өрнектің ішінде реализовать етіп жүрміз, ешкімде бір тиын ақшамыз жоқ. Тек азаматтардың сыйлағанынан, қадірлегенінен бізге істеп жүр. Басқаны тоқпайында істеліп жатқан мәселелердің барлығы тек спонсорлардың міндеттерімен осы қолдауымен істеліп жатыр. Сондықтан кішкене бюджеттен де сіздер кішкене қолдау көрсетулеріңізді сұраймыз. Өйткені туристің легі ең бірінші Белорайға келсе, біз Белорайға округінде алып қалатындай жағдай болу керек. Оларға условия істеуіміз керек. Жолымыз түзу болу керек. Оның барлығын біз істеп жүрген жұмысты істейміз. Тек мына қаржылық қолдауды талап ететін халықтың талабымен жәнегі жолдарымыз, көшелеріміз, басқа нәрселерді келген кезде әр уақытта тұралап қаламыз. Біз жаққа деген көңіл бөлінбейді. Одан кейін әрбір сессияда хат жазамыз, ол хатымыз. Қалады, енді біз ойлап отырмыз, енді осы бір жылдық есепті бергеннен кейін соны қорытындылап, енді жоға жақпен жұмыс істейміз деген ойдамыз. Осыған өздеріңізді де қадағалау жасап қойсаңыздар деп ойлаймыз. Депутаттар сұрақтарыңыз бар ма? Кеше бюджеттік комиссияда сессияда корректеріңіз болды. Белградағы гос актілерін жасап алуға 2 миллион 600 теңге сума бөлінген қалып тұрған істеме жүр. Қаражат осы. Ол кісілерге қазіргі мәселе болып тұрған соларға идеяға судың мәселесі оған қаражат. Мына жердегі өрнекпен сөгірдегі суды құжатын жөндеп біз ЖКХ-ға беруіміз керек. Тапсыруымыз керек. Өйткені бұл жерде құжат жоқ. Небір қосақтысы жоқ. Бүгін біз барлығын процедураларын өтіп қойдық. Қазір ол өзімізге хат жазған кездегі қаражат ол бізге керек болып отыр. Өзімізді одан кейін халықпен кездесуге келген кездегі күрместің құжаттарын бәрін жасап қойдық. Екі жағын тек қосақтыға қаражат керек болып отыр. Сол сияқтыларға біз көп дүниені сұрап отырғанымыз жоқ. Содан кейінгі бір абаттандыру бойынша бір екі жерлердің көшелердің құжаттарын істегенбіз. Олардың барлығы осы қаржылық қолдау келіп отыр да. Осы мәселені бізге қарап берсеңіздер, тогда бізде сөгірдің суы да, өрнектің суымен және қасып істеп болсақ, біз өнген ЖКХ-ға дегенде дұрыс болушы еді. Жоқ, сіздерге қаражат бөлініп тұр ғой. Қажет. Программа. Жоқ, өрнекті ол скважинаның мәселесі жөнінде. Скважина қазамыз. Рұқсатысын оформить етуіміз керек те, біз оны заңды түрде құжаттарын дайындауымыз керек. Сондықтан жердің актілеріне керек нәрсеге Төрт гос акті ғой. сөгір бойынша тоже сам. Өрнектің бір суы, сөгірдің бір суы, анау күлместің екі жағына төрт гос акті тұрады. Қалған жұмыстар ары қарай жібереді ғой сол. 2 миллион 605 мың. Жанар хан, Дорбаның тұрғынға көрікші 2 миллион. Облыстық неменеге халыққа қызмет көрсету орталығының бастығына Есенболовқа шығып, ол кісілерден офисіне хат алған. Өйткені қанша қаражат керек, өйткені біз оны правосудный документтерін жасауымыз керек, еще мемлекеттік тіркеу жасауымыз керек. Кейде айтып сол жерде хаттарды алып, ана жобаны хат жазған кезде соларды алысып қойған. Сондағы бізге шығып отырғанымыз ол 2 миллион 5 керек. Осы мәселені бізге шешпесеңіздер, Хотя бы біреуін қарастырып көруге болады. судың мәселесі не Ана өрнекті бөліп тұр ғой ақша, соны ары қарай бірақ бітіріп сол үшін хотя бы өрнектің суын алыңыз ше. Гос актісін емнеткен. Запомните, Бірақ бойынша. Гос актісін Біз из одного мы объявляться из одного етеміз. объявляться етеміз. Именно топаздан біріне алдым, письмо алып, ол кісілерге Объявляться етеміз. Кез келген жерде объявляться етсем, всегда экономим. қазір финансирование Жақсы, құрметті қатысушылар, енді сессиямызды ары қарай жалғастырайық, мынау кішкене нелі болып кетті. Енді тағы да депутаттар сұрақтарыңыз бар ма? Басқа сұрақтарыңыз жоқ болса, онда осы айтылған ұсыныстарды қарай отырып, бюджетке толықтырулар енгізе отырып, бекіту туралы. Құрметті депутаттар, Владимир Викторович, Емет Қадырханович, жаңа айтып тұрсыз ғой, өрдің көпіріне 10 миллион ақша бөлінді. 10 миллион ақша өрдің көпіріне дикак жетпейді. Өйткені мен ең бірінші 29 миллионға цемент сыздырып жіберген сіздерге, 29 миллион ақша жоқ дедіңіздер. Одан кейін 15 миллионға цемент сыздырдым. Енді өрдің көпірін өсіріңіз, анда көрдіңіздер, депутаттар жайына баттап кеттім, шегес қызметтеріне барып көрсеттім, ғалегерлер сіздер өзіңіздің заңдарыңыз барып көрді, болмасаңыз, ана көпір бүгін ертең құлап айтып, оны дереу қазір жөндеуіміз керек. Сондықтан да мына сіздің бөлінген 10 миллион ақшадан бізге жетпейді ол. Былай істейік. Біз жетпейді, біз өзімізді жақсы көре білеміз.
біз қаражат бөлген кезде мысалы біз облыстан алып отырмыз ғой. Бізге 400 миллионның жұмысы болды жолдың. 90 миллионын берді, операция етеміз, жұмысын жасаймыз, жұмысын бітіреді, конкурсына билет етесіздер. Бұл толады общий суммаға. Операция етпесе общий суммаға билет етіңіздер. И жұмысын басқарында сол төлеумен жұмыс басқарады. Себе түсіндіре дегенде жоқ. 10 миллионға sayılır. 10 миллионға. Оған бірақ ағаш көпір салып қайтады. Ағаш көпірден тағы бір-екі жылдан қайтадан ағашына жеткен Бірге отырып, осы уақытқа дейін енді, обязательно сессия келіп қарап көрсетті ме не? 12 миллионға мен сіздер болып кеттім дейді смета. Мен сізге айтып, оны сессияға келіп қарап көрсетті, онға дейін болмаса да мен отырмайсыздар ма? Маған неге кірмейсіз жеке? Жеке қаламыз соны тапсырасыз. Депутаттар сұрақтар жоқ болатын болса, жәнегі депутаттардың айтқан ұсыныстары ескеріле отырып, қабылдау бойынша ұсыныс бар. Кім қолдайды? Қарсы ұстап қалушы жоқ. Шешім бекітілді. Сізге рахмет. Жаңа қағидаларыңызды. Екінші мәселе. Батыс Қазақстан облысының 2020-30 жылдарға арналған Қатон-Қорай ауданының ауыл округтері бойынша жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі жоспарлар. Сөз аудан әкімі орынбасары Фархат Құсайыновна береді. Сессия қатысушылар қарап отыруға 2026-2030 жылдарға арналған бойынша жайылымдар басқару және оларды пайдалану жоспарын бекіту туралы шешім жобасы ұсынылды. Аталған жоспар Қазақстан Республикасы жайылымдар туралы заңына, Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және жергілікті басқару туралы заңына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрі 2024 жылы 24 шілдедегі 263 миллионға сәйкес әзірленді. Жоспардың негізгі мақсаты жайылым жерлерін ұтымды пайдалану, халық пен ауыл шаруашылығы құрылымдарының жайылымға деген қажеттілігін қамтамасыз ету, жердің тозуына жол бермеу, мал азығы, орын сақтау және жер ресурстарын тиімді пайдалану. Жоспардың әзірлеу барысында жер балансының деректері, мемлекеттік жер кадастр мәліметтері, геоботаникалық зерттеу қорытындылары, ауыл шаруашылығы жануарларының нақты саны, қоғамдық және шалғайдағы жайылымдар туралы мәліметтер, су көздері мен мал айдау жолдары ескерілді. Жоспар алдымен 7 ауылдық округ бойынша әзірленді. Жайылымға қажеттілік есебі ауыл шаруашылығы жануарлары нақты санымен Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі бекіткен жайылым жүктемесінің нормативтері негізінде жүргізілген талдау нәтижесінде кейбір ауылдық округтер халықтың қажеттілігі үшін жайылым тапшылығы бар екені анықталды. Осыған байланысты жоспарда босалқы жерлер есебіне қосымша жайылымдарды резервке қою және оларды тиімді пайдалану шаралары қарастырылған. Сонымен қатар жоспарда жайылым пайдалану схемалары, мал айдау бағыттары, жайылымдардың шамадан тыс жүктелу және тозудың алдын алу шаралары қамтылған. Аталған жоспарды қабылдау жайылым жерлерін жүйелі түрде реттеуге, халықтың мал жаю қажеттілігін қамтамасыз етуге және жер ресурстарын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Осыған байланысты ұсынылып отырған шешім жобасын қолдап бекітуіңізді сұраймыз. Рахмет. Құрметті депутаттар, сұрақтарды көрсіз. Сонда қосымша жайылым дегенде қазір бос жатқан жерлерді ғана қосып отырсыздар ма? Әлде біреулер мысалы алып отыр 10 жылға 2030 жылы бітсе ол жерлерге кіріп кете ме алдын ала? Әзірде карталар бар, әр облыстың карталары көшті, қызылмен белгіленген резервтердің жерлері бар. Оларға уақытын кезде олар автоматически сол уақытын кетеді. Картаны қайдан көруге болады? Сіздерге электронды почтаға Ашылмады. жоқ, қазір ашылмайды. Ол сіздерге 10 күн бұрын сіздерге электронды почтаға жіберілген. Қазір оны қағазға шығарсақ көрінбей қалады екен. Өте кішкене болып қалады. Сондықтан электронды почталарыңызға жіберген ғана қолмен көйтіп отырып көруге болады. Ашылмай қойды, соны Бұл көрейін. карталар шығарады, көріп тұрып шығады.
Boş жатқан жерлерді ғана кіргізіп отырсыздар, алынған жерлер де бар. бос жатқан жерлер, одан кейін мысалы былтырғы 2 жылдың ішінде 10 мың гектардан 20 мың гектар қайтарылды ғой. Соның үшін сол ауылдың маңайына халықтың жаңағыдай малдың санына байланысты ИСЖ. Содан бөлек өздеріңіз білесіздер, былтырғы ИСЖ-да малдың саны толық емес. Содан бөлек мысалы фактически ауылдарымызда мысалы ауыл округтарда қаншама мал бар, соған байланысты соған қоса тағы да бір запасымен алатындай үлкен өздеріңіз білесіздер ауыл округтарға барған кезде халықтың айтатын мәселесі бір-ақ нәрсе. Жан жақта жерді шаруашылық қожалықтарға бересіздер, біз қай жерге барамыз малымызды. Сондықтан сол 35 мың гектар болып туған 35 жоспар бойынша 37 қылдыңдар, иә? 37. Фуркат Құсайыш, сіз жер комиссияның төрағасысыз. Ана жолы мен бірінші заседание қатыстым, сіз болмадыңыз. Біраз сұрақтар қойып едім, сол не бойынша, бас жоспарлар бойынша. Соған жауап алмадым. Сол бір тағы бір комиссияны жинап, сол бас жоспарлармен таныстырсаңыз, сол сұрақтарымызға бір жауап берсеңіз жеке. Рабочий порядке. Жақсы. Сұрақ болған. Ана округтар бойынша айта аласыз ба, қанша қосымша жер осылай сіз білеміз? Айбек Мұнаш, кешіңіз, үлкен документ екен. Мен нақты қарау керек, мен қарап шықтым. Мен білетін Аққайнарды қарап шықтым. Оған қазір енді мына сұрақ. Жоқ, ол сіздер біз ана интернетте неде ашылмаса, ноутбукпен ашсаңыздар, ана соткада ашылмай қалса, ноутбукпен ашылмаса, ана қазір шығарып, бәрін шығарып, әкеліп, бірақ көрінбейді. Мүлдем ұсақ, бір жазу көрінбейді. Ана өйтсеңізде бәрі көрініп тұрады. Сұрақ бола ма? Жоқ, енді депутаттар ғана қойсын. Қазір біз өз сессияның несін көріп бара жатырмыз. Жақсы болды. Басқа сұрақ бар ма? Егер де управление падышын кіргізсеңіз, ауыл маңайына жерлеріне кірмейді. Сол ғана жерлер. Басқа жерлер неге кіргізесіз? Ауылдан 10-20-30 километр, 5 километр. Ол кетті олар сонымен. Олар кіреді, сол проблема болып тұр ғой. Олар осында қарастырылған. Вот сол қарастырылған болған жерден соқтырып бітеді. Сол недер қайтадан управление падышын кетеді автоматически. Қайтадан ол кісілер алмайды. Үлкен хозяйстволар, жерлері бар, малдар бар. Ауылдың мына 2-3 бас, 5 бас, 10 бас тұрған ауылдың Жоқ, маңайдағы жерлерді сол үшін айттық қой. Сіз ауыл округ әкімдері не үшін отырсыздар осы уақытқа дейін? Осы уақытқа дейін сіздер сол картаға қазір мысалы мына жаңағы айтып тұрған электронный карта, оны ертеңгі күні қалай ашсаңыздар дұрыс көрінбейді. Сол үшін қазір мына үлкен карта жасайды барсаңыздар. Сол кезде ішіне қарап ауыл округ әкімдері бірге отырып қарап көрсетеді. Так, мынаны кіргізейік. Өйткені менің мысалы ауыл округымда осыншама ИСЖ-да малым бар. Плюс осы ИСЖ-дағы малдар бөлек, тіркелмей жүруге мысалы Белғарағайдағы біреу Оралман апайдарымыз бар. Оның малын тоже учитывать етіп көресіздер. Соның малын учитывать еткен кезде сіз айтып көресіз. Так, мына жерде қайтадан конкурсқа шығарамыз. Жоқ, мына жерде жаңағыдай управление пастбища қосамыз деп оны сіз жаздырып отырсыз. Мен жерге вопрос керек. Құрметті депутаттар, құрметті ауылдық округтың әкімдері, сіздер сессияның жалпы өткізілудің тәртібін білесіздер. Сондықтан осы сессия барысында сіздерге бір ескерту жасауға тура келіп тұр. Сессияға келетін құжаттардың барлығын атқарушы билік жергілікті атқарушы билік жасайды. Бізге құжаттарды жергілікті атқарушы билік дайындағаннан кейін барып бізге әкеліп өткізеді. Яғни сол кезде құжаттарды дайындау кезінде барлық сұрақтарыңызды сол жерде көтерілу керек. Одан кейін сессия тек қана дайын материал келу керек те, оны депутаттар келсе ме келіспей ме сол бойынша шешім қабылдану керек. Беймет Қондырбаев, бір ұсыныс. Жаңа жер талқылап жатырмыз ғой. Шыны керек мынаны алып үлгерген жоқ. Мен біреуін ғана кешке келді. Мынандай үлкен объем документтер қарау мүмкін емес. Жаңа сұрақтар туындап жатыр. Мынаны біраз шегеруге болмай ма? Бәрі танысып шықсын, көріп шықсын. Ұсыныстары бар. Мен бағана
былай проектын жүгіріп өттім жаңа компьютерден. А так ештеңе түсінген жоқпын. Жақсы. Соны қарап отырсақ, кішкене ұсыныс айтсақ. Қабылдап, бірақ ана приложениесі бар ғой. Соны бірге отырып, ауыл округ әкімдерімен, заңдармен бірге, ары қарай қағаз жүзінде шыққан кезінде сол кезде бекітіп алуымыз керекпіз. Қағаз жүзінде өсіп. Жақсы. Оны кешіктірмей бір күнге қою керек қой. Былай, құрметті депутаттар, біз осы сессияға үзіліс жариялаймыз. Қазір ненің аяғында айтылады. Оның себебі ауылдық округтың бюджеттері бекітілу үшін бізге 14 күн уақыт керек. Сол 14 күннің ішінде үзіліс қазір біз жариялаймыз. Осы мәселені де сол үзілістен кейін қабылдаймыз сол кезде. Яғни біз бір мәселені уақытын келесі жолы қабылдаймыз осы сессияны. Құрметті депутаттар, басқа сұрақтар жоқ болатын болса, жәнегі сессияның екінші мәселесінің шешімін үзілістен кейін жариялау туралы ұсыныс бар. Алып қосарларыңыз бар ма? Алып қосарлық болды, қарсылық жоқ. Яғни Тағы бір ұсыныс кешіңіз, дәл сол және сұрақтар туындап жатыр ғой сельский округ. Негізінде сельский округ жаңа қолдайды. Полностью өздері вникать етіп түсіндіріп беру керек. Соны бірге қарасақ, әкімдермен. құрметті ауылдық округтың әкімдері, міне сіздерге қазір 14 күн уақыт бар. Яғни мына депутаттардың келісімімен сіздерге қайтадан қарап, қазір осы жол бекітілген жоқ. Енді қайтадан өз жайлауларыңызды қайтадан қарап, қайтадан пысықтап, нақтылап, келесі үзілістен кейінгі уақытқа дайындап берулеріңізді сұраймыз. Нақты қараңыз. Жақсы, үшінші мәселеге көшеміз. Катонқарағай ауданының сізге рахмет. Катонқарағай ауданының әкімдігі жағынан кәмелетке толмағандардың ісі және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі ведомствоаралық комиссияның дербес құрамын бекіту туралы шешімнің жобасына өзгеріс енгізу бойынша шешімнің жобасы қолдарыңызда бар. Алып қосарларыңыз бар ма? Жоқ болса дауысқа салып кім қолдайды? Қарсы ұстап қалушы жоқ. Төртінші мәселе. Катонқарағай аудандық мәслихатының кезектен тыс 36-шы сессиясының жұмысына үзіліс жариялау туралы. Осы шешім қолдарыңызда бар. Алып қосарларыңыз жоқ болса дауысқа салып кім қолдайды? Қарсы ұстап қалушы жоқ. Сонда бүгінгі 36-шы сессияның күн тәртібіндегі мәселелер үзілістен кейін арнайы қаралады. Яғни 14 күн уақыт, 15 күн уақыт бар. Заң бойынша сол кезде қайтадан қарап, сессияны арнайы жалғастырамыз. Осыменен бүгінгі сессияның бүгінгі күні аяқталды. Келгендеріңізге рахмет. Келесі сессия